Дұрыс тамақтану десе, бізге сразу диета елестейді. Тауық сорпа, гречка жеймін, нан мен тәттіден бас тартамын деп ойлайды. Бірақ нанды да тәттіні де тұтынып, дұрыс тамақтануға болады. Бүгін сіздерге қамыры творогтан жасалатын қантсыз ПП ватрушкидің рецептімен бөлісемін. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қажет ингредиенттердің мөлшерін барлығын описанияға төменге жазып қалдырамын. Алдымен ватрушкидің қамырын дайындау үшін бізге 200 грамм творог қажет болады. Творогты блендермен алдын ала езіп алу керек. Одан кейін бір жұмыртқаның ақуызы, 50 грамм глютенсіз күріш ұны және сахарозаменитель немесе бал қоссаңыздар болады. Және разрыхлитель салып қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды осылай қолымызбен алып, домалақта противенге салып шығамыз. Міндетті түрде противенге пергамент қағазын төсеу керек. Осы рецептпен 4 штук ватрушки шығады. Осылай қолымызбен немесе қасықпен осылай ватрушкидің формасын келтіріп, бортик жасап аламыз. Формасын келтіріп аламыз да жұмыртқаның сарысын осылай шеттеріне жағып шығамыз. Одан кейін салмасын дайындау үшін бізге 4 ватрушкиға 4 ас қасық қаймақ қажет болады. Бір шай қасық кукурузный крахмал және сахарозаменитель немесе бал қоссаңыздар болады. Сосын жақсылап араластырып аламыз. Негізі маған бал қосқан ұнайды, бірақ менде бал болмаған соң сахарозаменитель қостым. Дайын болған начинкасын осылай қамырдың үстіне салып шығамыз. Біркелкі етіп әдемілеп салып шығамыз. Одан кейін бізге әрлеу үшін жемістер қажет болады, немесе жидектер. Салмай қойсаңыздар да болады. Мен шабдал мен малинаны қолдандым. Үйде бар затты қолдана берем. Осылай салып шығамыз. Осылай морозильникке салып қойсаңыздар да болады. Қатырып кез келген уақытта таңғы асқа пісіріп берсеңіздер болады. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Қызарғанша пісіреміз. Қантсыз қамыры творогтан жасалатын ватрушки жұмсақ болады. Творог жемейтін балдарға ұсынсаңыздар, творог бар екенін құрамында байқамай да қалады. Сіздер де отбасыларыңызға осы менің рецептімен ватрушкиді жасап, нәтижесін комментарийда бөлісіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Рая. Сау болыңыздар.